оның келін балалары бар, сол келіндердің 4 баласы ғой, келіндердің бәрі ол қызмет жасап, не сосын бір күні айтты, ана үлкенін шақырып алып. Мен болмайды деп, мен үйленбесем болмайды деп та. Маған әйел керек дедім ғой. Сосын баласы айтты, сізге не керек, келін қызмет жасап жатыр ғой. Не жетпейді, айтыңыз деп та, бізге айтып отырыңыз деп. Сосын біраз уақыттан кейін тағы шақырып айтты, мен болмайды екен деп та. Мен келіндерге қарап отыра алмайды екенмін деп. Ұлы ашуланып сосын ол. Олай болса депті енді, ана үлкені қанша тетелес қой енді. Олай болса, өзіңіз тауып алыңыз депті, ұқсат деп. Мен соның бәрін айтып қоямын деп. Әкеміз үйленетін болып, ұқсат деп. Сонымен сол кетіпті. Ал сөйтсе, ол замандарда 25-тен дейін мына күйеуге неге тимесе 25-тен, сол 25-тен оны кәрі қыз дейді екен. 25-ке дейін екен да. Қыздың мезгілі 25-пен аяқталады екен. 25-тен кейін ол кәрі қыз дейді екен. Сосын кәрі қыздар іздеп келатқан ғой сөйтіп. Ол пәлен ауылда бар дегенде соны келіп, сөйтсе алаңа кір жуып жатыр екен. Амандасып та отырып, сосын енді дыбыс береді ғой енді. Үйге кіріп отырыңыз деп кіріп отыр. Анау кірін жуып отыра берген сосын. Сосын сөйлесейік деп шақырыпты да. Мен шаруамды айтайын деппін деп. Сосын ал шаруаңызды айтыңыз деді ғой. Мен кірін жуып қалайын, сосын болады деп сөйткен ғой. Сосын айттым. Мен осындай кемпірім өмірден кетіп, сонан маған енді сол қосақ іздеп жүремін деген. Ана бірден түсінген ғой. Бұл ана сөйтіп сөз салып келіп отқан. Сосын айтты. Жасың нешеде, шалшық депті да. Енді сен енді шалшықсың ғой деген ғой, әркімсің. Сөйтсе 220 бродыздан қаншық депті. Бірақ ауыз сөз ғой, ол кезде сөз түсінеді ғой. Қаншадайым ол кезде мына діл бар ғой, ақындықты түсінеді. Бірден түсінді, сөзіңіз осындай, ісіңіз онан да зоры, мен тием депті қыз. Бірден. Сөйтіп, сол 25-тегі қыз, 70-тегі шал, 25-тегі қызды алған екен. Сонан 7 бала туып, сол 7 ұрулы ел болған екен. Ақтөбеде бар ол. 70-тен тараған 7 ру деп аталады. Мен соны өлеңге жазғанмын. Енді сол қиса сол көрдім, ана өзімнің бір әйелімнің ана ағаларында көрдім. Сонда қала келін дегенде бар, бірақ қарап отырып, шында мен сол көп шалдарды бөлінде кемпір өліп қойған. Шында аяйдым тұғымда. Сосын мен айтатын, мен бір айтатын, бір бала шағаң болып, ана әйелдің алдында жасың 80-ге келсе болды, түскі тамаққа ішіп алып, кешкі тамаққа кете беру керек қой дейтін. Жас кезімде айтатын соны. Соған бәрі қорқып кетеді, сіз қалай сонда қорқып өлім деп отырсыз дейді да. Өлім деген бірақ менде ондай қорқыныш болған жоқ. Шында енді ол Құдай ғой бәріне ған. Сонда еркекке беретін сол сол сынақ, сол азап, сол ана еркектің жесір қалуы ғой. Мінеке, бұл ал енді балалы әйелге ондай жоқ. Ондайға балалы әйелге, бірақ енді мынандай да бір не бар, жаңағы бір баласы шешесін арқалап Меккеге алып барады екен да. Сөйтіп барып бір судың жағасына келсе, кеш болып қалған, қайық шал жаққан еқті, айқайлап айтады қайықшыға. Ол мені өтейін, қаяққа бара жатсың дейді да, сонша масы. Меккеге барады екен деп. Мені өткізіп жіберші дейді, сауап болсын дейді. Сонда ана айтты енді, әбден шаршаған ғой. Өйтіп сол кемпірді арқалап сүйрегенше, оған да ауылына бір шал тауып бере алмайды, салмадың ба деген да. Сөйтсе, кемпір жаймен ғана еді дейді, оны түсінетін бар ма деп. Сол да бір, не ғой, сонда қазақта бір, осының бәрін кемпір болса да сонда ешқашанда қазақта жаңа басын бос болмаған, әйелді қоймаған. Бұның ар жағында үлкен недір. Себебі, енді негізі мына әйелді шешені өлтіретін қыз ерте кетсе, қызға байланысты кетеді. Қыздың сол қылықтары, қыздың несі, сол шешеге ауыр тиеді да. Шешенің бүкіл қуатын жанын жеп қояды. Қыздың қылығы шешенің жанын жейді. Ал енді ұлдың бейбастық несі, ол әкенің жаны. Есіңізде болады. Әкенің жанын сол қылатын осы ұлдың істері. Сондықтан
еркек бұрын кетсе, ерте сол не кетсе, ол сол ұлдарға байланысты. Қыздарға емес. Бірақ енді, сол енді көп жағдайда бұл неге, ана қыз егер де не қылатын болса, мына өрісін тартып жібереді, әкенің ондай жағдайда да болады. Қыз деген өріс қой. Қыз байға тимейтін болса, негізі байдан шығып келіп қосылтай қалатын болса, әкенің өріс тарылады. Соның негізі, сосын әке сөйте өмірден ақымақ болып өтеді да. Өріс деген сол ақылдың кеңдігі ғой. Қыз сол барған жерінде кең болатын болса, әкенің де ақылы ұрғы бір келеді өзі деңгейінде. Ал негізінен қыздың мына теріс қылықтарының бәрі шешені өлтіреді. Сондықтан қызың шешесін көріне қызын ал дейді, әке көріне оқ жонар дейді. Міне сондықтан бұл енді мен неге айтып отырмын? Сіздің қазір мысалы осындай кемпірсіз өмірден өтіп кетсеңіз, ол карма балдарыңызға жүк болады. Балдарыңызға да сондай болады. Оны ойлаған жоқсыз ба? Міне солға мен сізді ақыреттің білім сізді аз деп отқан. Әрбір ақырет деген ол тек ана неге барғанда жәннатқа деп. Ақырет деген бүгініңде тұр сенің. Ақырет деген сенің өзіңде тұр. Әркімнің өзінде тұр да. Сондықтан әркім өзіндегі ақырет түсіну керек та. Басқа жақтан емес, өзінен түсіну керек. Менің өзімде ақырет қандай? Деген, яғни, ол не ол? Оны енді ақырет деген, оны астар деп айтады. Астарлы өмір. Әр адамда өзің астарлы өмір болады да. Сондықтан аянды жору деген астарлап біледі ғой. Мінеки сол сенің ақыреттік өмірің болып есептеледі. Сондықтан енді оны мен неге мен бәрін айтқанда, мен ешқашанда бір өзі дәлелсіз айтпаймын да. Оған енді дәлелім бар. Әкеміз енді үшінші әйелді көрген жоқпын, екінші әйелді де өмірден өтіп кетті. Бірақ енді қыздарымен сол екінші әйелден қалған сол апаларымыздың қатынасып жатырмыз ғой енді. Сол біздер бұлдарға санақ болды. Иманды болсын, мен үлкен ағамда 2 рет үйренді. Олан ана менен бір інім бар еді, ол да келінді однеге жіберіп, әкеміз солайған ғой. Однеге жіберіп, қайттан жіберіп. Сіздің балдарыңыз да сондай келеді еді. Солай болады. Соны қайталайды міндетті түрде. Сондықтан сіз соны түзеп кетпей болған. Сондықтан қазір жағдайда сол әкедегі болтқан жағдайды мен түзеп жүрмін да. Мен түзегенмен де бір жерде тағы не болып тұр? Мына келіндерге ертең біздің қиын болады, өйткені мына үлкен әйел ана қарсы шықты да, сен өйттің, қандай қылды да, дәл соны ертең ана балдардың басына сол келеді ертең. Ана келіндер соны. Бұл қайталанады, соны бұның бәрі астарлы өмір. Ойланбаппын мен бұны. Ойланбасаңыз, соны мен сол ойлансын деп мен сізге неге айтып отырмын? Сіз арқылы пәтуәлі болады да. Осыны ойлану керек. Енді осыны ана бір ағамызға айттым ғой мен, екі әйелді де сіз өлтірдіңіз деген кезде тәйт деді да. Екі жеңгейді сіз өлтірдіңіз деген кезде сосын кейін айтты да, шынымен расында мен өзім сездім дейді. Екеуі де ауру өмірден өтті ғой. Сен енді абай болыңыз, балаңызға керектім, дәл сондай болып баласы да. Оның өмірде келін бар ма, бірақ сол 40 мың рак болып не болады, сондай өлді өмірден. Біздің тұқымда да сондай, сосын мен айтамын, біздің тұқымда қатын өлтіргіш деп айтып жүрген, біз жендет біз негіз деген, біздің тұқымда сол тұр. Өйткені әкемізден, әкеміз аржаны кеткен шығар. 7 атаны түсіну деген, ол тек қана біз мен атын білдім деген емес. Сол 7 атаның ішіндегі тұрған соларда жүктерді меңгеру. Енді ондайлар не дейді қазақта? Біз айтамыз ғой, жүк дейміз, салмақ дейміз, тағы бар ғой, 4 сөз бар ғой. Білесіз оны? Зіл дейді. Батпан дейді. Батпан деп ата ма? Батпан құйрықпен де байланысты ғой батпан. Қазір батпан құйрықтар көп. Осылардың бәрі не? Ол жүк. Ана батпан құйрық қатындар көбейіп кетті қазір. Еркектерде қарасаң батпан құйрықтар бар. Батпан құйрық айдалады жатқан құйрық деп. Ертең соған айналады. Оны зіл дейді. Сондықтан мына зілді сөйлеме, зіліне, сол біздің мақсатымыз қазіргі ата жолының арасында біз ойлаймыз ғой, біз өзіміз керемет, бәрін басымызды ойлаймыз ғой,
Жоқ, біз қалай да осыны түзеп кету керек та. Қалай да түзеп кету керек. Маған ана үлкен қатынды қосқан кезде мен білмеймін ғой, ол себебі онда бір үлкен жаңағы маған байланысты, сөйтсем сол менің өзім тағдырыма да байланысты ма, шынында сондай жүк болған екен. Әрбір дейді сондай болады. Ол жүк қандай ол? Сөйтсе ол енді егер де менің әйелім басқа біреу егерге қосылса, басқа еркек қосылса, сол еркек алғаш қылады екен да. Мен алғаш болмай аман қалдым да бәйтеуір. Сөйтсе мына тағдырым Алла тағала маған бір нені беріп қойған да. Оны байқайтын, уәдеге беріппін да. Айттым ба соны не қыламын да. Сөйтіп көбінесе мен үйге келіп, үйде жүрсем бір ай мазам кете бастайды да. Білмеймін, ұрыс басталады. Сосын кетсе екен деп отырады. Соны мен көп қаңғып жүрмін сыртта. Менің өмірімнің көбісі кейде сыртта жүрді да. Сан еркек сыртта жүріп, үйге сағынып келесің, жетесің. Сол бір жеті 10 күннен аспай, тағы бір көңіл күйіп кетеді. Сосын айтам, мен ешқашанда мен татып алмаймын арамды деймін да. Бір күн соны татып қойғанын байқамай қалам да. Әйтеуір неге түсіп қалам бір әйтеуір себебін келтіреді, сөйтіп, оның бәрін түсінбей жүрдім да. Неге мен соншама уәдесіз болдым деп. Сөйтсем, әйел бір ашуланса, бір айға дейін ашуланып жүреді да. Ашу кетпейді. Ол ұрыста шығармайды, үндемей жүре береді да. Үндемейді кәдімгі. Сөйтсем ашуменен оды қосып береді ғой маған. Оны ата жолына келіп түсіндім мен. Мен соған өлмейді екенмін да. Сөйтіп сана ашуын тығып алып ішіне жүретін әйелдердің көбісі кейбіреулері жүрек тоқтап қалып жатыр да. Өмірден өтіп кетіп жатыр. Алқаш болып кетіп жатыр көбісінде. Сол әйелдердің сол ашуы. Сондықтан дені Алланың елшісі не деген? Әйелдің ашы шай орамал кепкенше дейді. Шай емес қазір ашуландырып қойсы қадындар. Саған бір айға дейін қарамай қояды. Бір айға дейін қарамай қояды. Сондай ашу Айнұрда да болды. Сол Гүлжаным ашуын мен тәрбиелеймін деп ақыры жеңіліп тындым. Шын ғой енді, ол енді әйтеуір мен әкесін құтқарып жүрген мен жанданасым да, аманат қой маған қалайда. Қалайда өзінің жын қуатын, мал қуатын қылса екен, әкесінің бір өрісін кеңейтсе екен деп. Мал енді қыздағы сол тұрған жын қуаттар малға айналмай, әкесінің өмірі көп кеңмейді. Өріс деген сол әкесіндегі қуатты малға айналдыру керек. Сол малға айналып болған хабар келген кезде, сосын енді әрі қарай әр нәрсенің өзінің, біз көп нәрсе емес, барлық нәрсенің бейнесі болады, сызық бейне. Сондықтан Абай айтамыз не деген? Алланың тілі үнсіз тіл дейді. Ол қандай тіл? Білесіз бе? Үнсіз тіл деген қандай болады? Мінеке енді үнсіз тіл деген бұл сіз біреуді көрсеңіз, соны қалай сіз оны түсінесіз? Көріңіз Алланың сол тіліне қарай түсінесіз да. Себебі әйелді қарасаң, әйел қылып бейнелеп қойған. Мынау әйел екен, Алланың тілі ғой сол сізге түсіндіріп тұрған. Сіз қойды көрсеңіз, соның қойдың бейнесі ғой суретіне қарап. Айтады, сурет деген Алла деген үлкен суретші ғой, ең асқан шебер суретші Алла ғой. Сіз қайдан танисыз? Ағашты қайдан танисыз? Жеміс ағаш екен. Міне соны айтады, Алланың тілі үнсіз. Алланың тілі сол сызықтық бейнені айтады да, үнсіз. Сондықтан енді бар нәрсенің сызықтық бейнесі бар да. Енді менде дейді, менге діннің керегі жоқ дейді, мен діннен шықтым дейді да. Сен қайдан діннен шығасың, саған Алла тағала бейнелеп қойса оның бәрі, суреттеп қойса. Жаныңда суреті бар, бәрінің суреті бар. Бәрінің суреті бар, сызықтық бейнесі бар. Соны біз қазір суретке салып жүрміз, соны күнде көріп жүрміз, бірақ оны танымаймыз. Себебі оның біздің ішімізде құпия білім жоқ. Құпия білім саған берген кезде бар, Алланың сенің несін танисың. Болмаса жоқ. Міне қазіргі сол ең әлемдегі
осындай халықпыз біздің өз ділімізден. Соның ішіндегі ең жаңағы сол мына тура жол деп ең төменгі ана арабтардың соның азғындығын әкеліп жаңағы дін қылып қойған қазақ қана. Егер де сол анау имамдар, солардан ақын болса, абай түсінсе, мынандай жағдай болмас еді. Сол прокурорлардың өлең түгі сөйлсінбейді. Төрт ақыл жоқ, қарапайым. Қанша шырылдап, Құранда тұр ғой бұл абай шәкәрім соттаған деген кезде, сонда жаңа сен дейді, деструктивныйсың, орыс болмаса өлген едік та, орыстың сөзі болмаса қазақтың Тоқаевтың әділ заңы жұмыс істемейді. Қазақтың сөзімен көбісі шығып қалар еді да. Міне қазіргі біздегі оны жанне урок неден шаруасы жоқ, бәрі әшейін тек жаттанды бір білімменен өздерінің соңыз кәраматқа ол және Құранға ашық ортақ қосады. Бүкіл сол билік осыдан біз қазақ халқы оң қойып отырмыз да. Енді қараңыз, айтады мынау КНБ дейді, ұлттық қауіпсіздік қой енді. Ұлттық қауіпсіздік осыдан тәжіктер орамал неғын кезде ұлттық қауіпсіздік қосылды. Осы ана орамалдың оны зиян десе ұлттық қауіпсіздік, яғни ұлтқа қауіпті екен орамалда. Айнұрда сөйтіп жұмыстан шығарып жіберді сол КНБ-дан келіп. Ана құртыңдар деді, оранып жүрмесін деп. Олар үшін жаңа оранған адам бәрі экстремист, террорист болып кетеді екен. Яғни орысша көзқарас қой енді. Қазақтың көзқарасы емес ол. Ол мұсылманның да көзқарасы емес. Ол кәпірлік көзқарас. Былайша айтқанда. Енді қазір анау Шардарада ма бір мектепте бала жылайды екен да. Көрсетіп алды да. Соған қарауылдардың бәрі намаз оқитыны, ол да қашып кетті дейді. Шығып кетті дейді бәрі жұмыс. Соған бір доғдырым бойынша айтып отыр, мен барып көрген жоқпын, оның бәрі әшейін дейді да. Міне осы ертең көбейе береді осындай. Жұрт үйден қашатын болады алаңсыз. Осыған келді да, Құдайдың хикметі ғой бұл да енді. Ал міне сен Құдайдың ғылымы сол енді ал. Енді соны айтпаймын енді, тура жолда ғой анау, бармай ма аны кімнен бастап? Кім анау бас имамнан бастап? Наурызбай бар, анау Нұрсұлтаны бар, бармай ма сол енді? Неге бармайды ол? Дін қайда сонда? Құран қайда? Құраннан сендер рахмет сүрем деп тұр ғой. Енді Алланың рахметін көрсетпей ма ол жер тазартпайды, тазарып бермей ма? Жоқ, еш тазартмайды, оны ада жолға арқылы тазарт. Міне әлемге өзгерді. Әлемде осындай болады, біз ғана барып осы құтқар дегенде атау жоқ. Біздер бірақ енді біздерде не болып отыр? Біздерде қазір еркектер жоқ, себебі ақиқатты өзіміз түсінбейміз. Біздерде әлі махаббат жоқ. Міне Алла бізге сол үнсіз тіл қойды. Үнсіз тілін көрсетті. Соны алды, мына сызық деген соған бат бұйрат болып жатыр да. Бұның бәрі көз бояушылық дейді. Өйтіп жатыр ақшаға деп отыр. Енді осыны дамыту керек қой бізге енді Алланың. Ол анау дұрыс енді сонда олар жұрттың бәрін алдай берсін ба? Ана суретте сенің алып магнийің екен, анада тұрып осының бәрі жалған нәрсе. Жалған нәрсе оның да. Ол онан бәрі денсаушылық түзембейді. Біз соны дәлелдеуіміз керек. Себебі оның дұрыс бейнесі, суреті, Алланың тілі бізде ғана тұр бейнеленген. Өріс. Сондықтан мына түр түсті меңгеруде ол оңай емес, ол әйелдерге берілмеген. Ол еркектер шығу керек соны, меңгеру керек. Осы қазіргі отқан көп жағдайда мынау енді әр нәрсенің өзі орны болады да. Бүкіл мейлі қанша осындай соттамақ өсін барлық айналып келгенде нұрландырушы кітабы қазір бізде тұр. Бүкіл сол әлемнің исламның соның іргетасы қазір қазақта тұр. Қағбадан кетті іргетасы. Осылардың бәрі енді сыздық бейнемен қазір мен айта бастасам, сыздықтық бейнемен. Оны ешкім түсінбейді қазір тыңдап отыр, өйткені ана КНБ-ден неден біздің үйлерін көбін жауып қойған. Неге біздің парақшам мың жаннан аспайды? Бір әшейін дүниелік не болса, ол ашылады. Ал енді мен тиктокқа дін деген бір сөз салсам, деу жауып тастайды. Өспейді әрі қарай. Ақша төлеп көрдім, сонда шықпайды. Ақша төлеп көрдім да ана. Жарнамасы бар ғой. Жібермейді. Сонда не ол? Осыны істеп отырған өзіміздің ана жас балдарды қойып қойғанда, ділден мүлде хабар жоқ, ақылы түгел емес.
сол отырған сол басшылардың, генералдардың өздері ақылдары түгел емес. Ақылдың не екенін білмейді. Ақылдың мектебі қазақта жоқ, былайша айтқанда. Сөйтіп отырып енді айтады, біз енді әділетті, біз сондай Қазақстан құрамыз дейді. Ақылсыз қалай құрасың? Мен осы сұрақты білмеймін, мен Тоқаевпен сөйлесе алмаймын да, ұяламын. Сол елдің президенті осындай болды деп кейін айтады ау деп ұяламын да. Сондықтан енді мен ол егер Тоқаевпен кездесетін мен сол аузын буып отырамын, дұрыс емесін айтамын ғой. Сөйтіп оны төмендеткім келмейді да. Осы қазіргі заманға сол лайық. Біздің осындай жағдайымызға Тоқаев лайық. Бізге тек білім ғана керек, бізге дүние ғана керек, болды. Соған лайық болып отыр. Ақын сыйламайтын, әкім ақын сыйламайтын басшы болу керек. Бірақ ақын болғанда қандай ақын болу керек? Құранды қазір көбісі анық сол, бірақ сол Құранды түсінбейтін ақындардың өзінің дәрежесі, Құранды оқымаған ақындардың өз дәрежесі анау Наурызбай Тағанұлынан биік тұр. Дәлел бар ма? Бар. Мұқағали Мақатаев адам сол Құранды оқыды дейсіз ба? Оқыды ма? Ешқайсысы оқыған жоқ. Бірақ қазір айтсын сол Алланың алдына барды, ол өзінің пенделік несін ақталған шығар. Одан өткен шығар. Бәрі Алланың сол құрмет деген адам болып отыр ғой. Халық сыйлайды. Егер де Құран Құдай қаламаса қалай болар еді? Сол Мұқағали өлеңінен қаншама адамдар қуат алып жатыр. Енді ол қуатты ала береді ғой. Бәрі 100 жерден сол атсының кезін, совет үкіметінің шәкәрімнен артық енді өлең жоқ бәрі. Мәскүрістік те қолданады, енді көрмеймін останған. Ал енді сол кездегі керемет қазіреттер деген қайда кетті солар? Бұларды көрді қалды. Ишандар сол кезде қаяққа кетті? Көбісінің басындағы бетін де білмейді де. Бармайды да бәрі. Енді қара салыстырмайма енді. Ағыл кім болды? Енді үкіметтің ең сыйлаған сондай қаншама аттарын атамай-ақ қойып, осы сол уағыз айтқандан өмірден өтіп жатыр. Кім барып, соны өздері мүмкін танитындар, кім барып, халық барып Құран оқып жатыр ма? Оқымайды. Халық ақымақ емес қой өйткені. Халық неге ол? Халықтың бәрін ақымақ қылып отқан тек қана біздің кінәмен ел билік. Халықты ақымақ қылып отқан кінәмен ел ақымақ санайтын. Ал ақылдың басына барма десең де барады бәрі. Сол сияқты енді алды енді бәрі соған Қабанбай батырды дейді, мына жерде деп Астана зорлап, енді соған айтып, бірақ негізгі Қабанбай батырдан аян алатындар, соны хабар алатындардың бәрі қаншама жерде анау достықтың бер жағы 18 шағым Сарбелге барып жатыр. Әйтеу кеше Құдайға ол да бір берген нығметі ғой ана өскемендіктерге. Басын көтеруге сондай не салу. Ол деген Алланың сыйы, оның ар жағында беретін Құдай несі, бірақ соның сынағынан өте білсе олар. Енді оның сынағы да бар әлі. Ондан қазіргі біздерде сол бұл деген соғыс, мына еркектерге намаз оқып емес, бұл еркектер қазір сол өзін қуат қосып соғысу керек. Мәселе сонда қазір. Әйтеуір жақсы кеше әйтеуір сізді жетелеп апарып сөйлеттірген, оның өзі де үлкен дәреже ғой енді. Нанды қадірлеу деген. Енді осының әйтеуір сол қалай да осының халыққа осы біздің халіміз сол халыққа әйтеуір тараса, нанды қадірлесек біз ең болмаса халықты аштықтан бір не қылу қалар еді да. Шамалды жеңіл деген салу қалар еді Алла Тағала. Ауылдық жерде онсыздан намды қадірлейді. Кеше енді сол менен неге жайнаққа бара жатты, ана гай тоқтатар. Гай тоқтатар, сосын мен түскенде жүрмін, қарадым жүрмін. Мен балдарымнан да кіші балдар ғой енді. Сөйтіп ана планшетімен қарап тұрып, не алып барасыз дейді да. Айтқым келді да. Сен ақылың осыңа жетіп тұр ма деп. Мен түрме қараса жасыма қараса, мен не алып жүру мүмкін деп сөйтіп ұрысқым келді да. Не деген көргенсің деп айтқым келді, бірақ енді ол тұрған өзінде қызмет енді соған не қойды. Сосын айтма, бұнда дедім, одан халықтың қоқысқа тастаған нандарын жинап мал қалып баратым дедім да. Үндеген жаңа жүре бердің дейді. Шын ғой ішінде 13 па 14 қап нан алып бардым.
10 шақты қап. Енді сол 10 қап нан деген бір ауылдың азығы ғой. Соны қоқыстан жинап алдық. Қайда анда-санда тиіп қаш, мен де әйтеуір арасында жығылам, қолым тимейді. Үнемі жинап отырса қанша болады? Осы гордағы келгендерге әкеп отқандар. Енді қарашы, шаңырақта 10 қап нан. Егер сол 10 қаптың кесі бар емес па? Әйтеуір сол 10 қапты шамалда болса, халыққа біз жеңілдетіп алдық. Ол бірақ енді теңізге тұрған тамшыдай ғана бола шейін. Осының бәрі неден пайда? Осының бәрі имансыздықтан пайда болады. Егер де көрдіңіздер ме, мынау барлық нәрсе сол иманмен байланысты ғана қуат өтеді. Сол енді қазіргі сіздердің иманда анау сары көбінде тұр ғой. Сары білім, ол не? Сол иманмен байланысты. Иманмен байланысты сары суреттеріңізді көрдіңіз ғой. Сол енді сол иманыңды ұрлап жатыр, көгіңді тесіп. Оны екі бақша қоршап тұру керек. Кім иманын ұрлатып жатқанын көрініп тұр ғой. Осындан қазіргі енді осы мынаның өзіне көп мағында сабақ болып жатыр. Сол айтқандарын бәрі қарап отырсам неғып жатыр. Анау сол сендердің өрістеріңде тұрған, солардың өзін тұрған бұл да бір ғылым. Міне. Бірақ оның бәрі мен зерттеп отырмаймын ғой. Қанипаның сол аяғынан анау өрісі тесіліп тұрған хабар келді. Сөйтсе анау баймен байланысты екен. Әл ұрлап жатыр екен да. Әл ұрлап жатыр екен да. Себебі неге? Онан бәрі қанша деген 10 жыл отасқанда болды. Сүйегіне дейін сіңіп кетті ғой бір-бірінен. Қалды ғой бәрі. Соны өз жағы көреді, ол жағып атқан жоқ екен көрініп тұр да, ол керінше. Міне осындай, ол қазір әрқайсысында да бар, мына енді имандарыңды ұрлатып атсыңдар, сендер имандарыңды сол ұрлатып атсыңдар. Имандарыңды сол жиған имандарыңды сол қуаттарын беріп атсыңдар. Сондықтан қалайда сол екі бақшаны өсіру керек, оның бәрі айналған осы ділмен байланысты. Діл іргетасымен байланысты. Ал енді еркектерге, біздерге қалайда осы әйелдерге қуат қосу осы үлкен сынақ болып тұр да. Сізге де қазір енді айту жақсы, бір сыртыңыздан айту, ой, Қонысбай атаның түрі ағарып қапты деп, енді әйелдер қарап жүр ғой. Осының бәрі бұл үлкен бір дәреже ғой. Бұл неден енді сіздің сол кезіндегі сол ана емшілікпен айналысқаныңыздың. Емшілікпен сол қуатты сөйтіп тараттыңыз тегіңізден. Оны бірте-бірте әлі сұрау болады. Алла мені сақтады, сол нағыз емші болып кететін мен едім да. Мен сол сынық салып, шыққан салып жүрдім бе ондайды шыққанда. Сөйтіп уқалап, сөйтіп. Ондайлар жасап жүрдім. Онда да қазір бір жынылық қой ол енді. Сосын қолым ауырып кететін де сырқырап шығады қолдан, ол қалай деп. Жинап та көрдім сөйтіп, қаншаны қандады. Шөптен дәрілер де жасап жүрдім. Бірақ енді солардың бәрі келгенде Алланың өзінің арнауы ұқсаты керек. Мен енді іздендім енді. Енді сонымен айналысып, оны мен мүлде уақытым болған жоқ. Адал жолына келген кезде айтатынды. Сендер маған қылыш сал не қылып айтпаңдар. Ондай мен айналыспаймын да, мен уақытым да жоқ. Сендер ақша керек болса айтыңдар, машина керек болса маған айтыңдар деп сөйтетінден да. Бірақ сөйтіп түсті ғой енді. Маған да қыс келді. Біраз сөйтсем мен енді күзде келіппін, күзбен келіппін ата жолына. Сосын барып қысқа басталды. Қыс басталғаннан кейін сосын менде әрі қарай сосын өзім көктемге қарай ұмтылдым. Тезірек мен қысымды көктемге айналдыру керек. Сол әркімде өзің осы 4 мезгіл, 4 ақыл деген сол жанның мен байланысты 4 мезгілің. Кімде 4 ақылы бар, онда 4 мезгілі бар. Ал енді 14-ті енді 4 мезгіл бар да, 3-ке көбейтсең не болады? 12 болады, мінекей. 12-сі бар еркек, мына ойдың 12 сондай дәрежесі болады. 12-сі бар еркекті 3 жылдығын ойлайды да. Міне, құпия сонда тұр. 4 мезгілді 3-ке көбейтсең 12 болады. Сонда біз солана 12 біздегі мүшел бар ғой 12. Соның бәрін толық меңгеру,
бұның бәрі ой қуатымен байланысты. Осы мына еркекке ғана тән. Әйелге онызда 3 күндік. 3 күндік деген әйелде енді 3 қараңғылықпен байланысты. Сол сендер 3 қараңғылықта тәрбиеленесіңдер дейді да. Әйелден сол 3 қараңғылықтан біз пайда боламыз. Барлық нәрсе 3-ге жаратылыс бүкіл 3-пен байланысты. Естеріңізге өтсін. Қандай да бір жаратылыс. Сондықтан енді адамда 3 нәрсе міндетті түрде болады. Әрбір адамда. Ол қандай енді? Жан, рух, жын. Мінекей. Жан, рух, жын. Ақыл дегеніміз сол рухпен байланысты. Біздің ақылымыз рухпен байланысты. Енді оған енді жан бермегеннен кейін болмайды. Ол тәнің енді ол айтқанда ол әркімде де болады. Ол тәнгі болмаса, сондықтан тән ол оның орны сарай. Сондықтан соның 3 нәрсе. Ал жын деген сендердің бөлек деген адам сонда жанменен тек қана рухпен өмір сүреді деп отыр да. Бұдан артық надандық, бұдан артық кәпірлік жоқ бұны. Міне қазір осы исламнан меңгердім дегеннен шығады да. 3 нәрсе болу керек. Соны сұраңдар, ал-мақұл. 3-сіз ешқандай теңдік те болмайды, өмірде тіршілік те болмайды. Барлық нәрсе 3-пен байланысты. 3 рәуіште өмір бар деген да. Жас пен кәрі бір рәуіш деп шәкәрім адам. Ең қымбаты, құндысы орта өмір деген да. Сол орта өмірде абай болды. Қалай да сол орта өмір мәнді болу керек.